өлшеуіш трансформаторлар. Өлшеуіш трансформаторлары өлшеуіш трансформатордан мен қазір ең бірінші 3 балаға таратпа қағаз таратсам, қалған балалар өлшеуіш трансформатордың жалпы түсінігін айтса, екінші бала тоқ өлшеуіш трансформаторы туралы айтса, үшінші бала кернеу өлшеуіш трансформаторы туралы айтып берсе, қалған балалар қосылсын, толықтырсын, сұрақ болса, сұрақтарды дайындаңдар, сұрақ қойып қатысып отырыңдар сабаққа. Сабақты қазір жұмысын бастамас бұрын сендерге алдын ала бағалау карточкасын таратсам, қазір кім қалай сабақ айтты, бір-біріңді бағалап жазып отырсаңдар, сабақтың аяғында сендерден жинап алам, содан өзім толықтырып сендерге баға қоямын. Үй тапсырмасына кім қалай жауап берді? Таратпа қағазға кім қалай жауап берді? Бәрін белгілеп жазып отырсаңдар. Таратпа қағазды мен 3 балаға таратам. 3 бала дайындалсын. Бірінші балалар айтып кетеді. Одан кейін сендер айтасыңдар. Сен ясадың. Сен қандай түрлері бар? Сен тоқтырасың. Ал өлшеуіш трансформатор жалпы түсінігі туралы кім айтып береді? Мейіржан. Өлшеуіш трансформатор жалпы түсінігін айтып берсең? Өлшеуіш трансформаторлар жоғары кернеулі 10 вольттан артық және толы үлкен қондырғыларды тікелей өлшейтін құралдар жоқ. Сондықтан төмен кернеулі қондырғылар мен жоғары кернеулі электр шамаларын өлшеу үшін трансформаторлар қолданылады. Мұндай трансформаторларды өлшеуіш трансформаторлар деп атайды. Өлшеуіш трансформаторлар қолданылуы амперметрлердің, вольтметрлердің және ваттметрлердің өлшеу шектерін кеңейтеді. Өлшеуіш трансформаторлар төмен кернеулі құралдармен жұмыс кезінде жоғары кернеуді сақтау үшін қолданылады. Өлшеуіш трансформаторлар екіге бөлінеді. Кернеу өлшеуіш трансформаторлары және ток өлшеуіш трансформаторлары. Осы ретте кернеу өлшеу трансформаторы мен ток трансформаторы қайсы айтып бересің? Кернеу өлшеуіш трансформаторы, ток өлшеуіш трансформаторы. Жақсы. Болды ма? Жалпы түсінігін естідік. Ал енді ток өлшеуіш трансформаторына айран. Ток өлшеуіш трансформаторы. Жалпы түсінік берсең. Өлшеуіш ток трансформаторына айта кететін болсам, ток трансформаторы деген ток трансформаторы жалпы белгілі қорғаныс құрылғыларына қолданылады және де қысқа тұйықталу тоқтардың зақымдаушы әсерінен қорғайды. Ток трансформаторы ток көзімен жұмыс істейді және жиі жүздеген киловольтқа жететін аз мөлшерде де көп мөлшерде өлшеуге көмектесетін құрал болып келеді. Ал енді ток трансформаторының конструкциясын айта кететін болсам, ол жерге мына бөліктер кіреді. Өздігінен сөнетін, баяу жанатын құралдан жасалған корпус және де екінші рет орама болып келеді. Жақсы. Кернеу трансформаторына айбек. Кернеу трансформаторлары дегеніміз реле сигнализация автоматтандыру катушкасын қоректендіруге қолданылады. Мысалы келтірсек, мынау кернеу трансформаторы 720 ватты қолданады. Яғни 720 ватты құрайды. Кернеу трансформаторы өзінің кішігірім қуатымен ерекшеленеді. Кернеу трансформаторының екі орамы болады. Екі орамында концентрлі болып келеді. Фаза саны бойынша екіге бөлінеді, бірінші және үшінші. Орам саны бойынша екінші және үшінші. Суыту тәсілі бойынша май және құрғату. Жақсы. Таратпа қағаздар. Бірінші. Диас. Өлшеуіш трансформаторының қандай артықшылықтары бар, кемшіліктері болса да.
Пайдалануға қарапайым, қызып кетуден қорғалған, надежный, вандалдардан қорғалған, кез келген тізбектер қолданылады, көп функционалды, үнемді. Жақсы. Келесі сұрақ. Ток трансформаторлардың қандай түрлері бар? Бір-екеуін сипаттап берді. Ток трансформаторлардың көп түрлері болады. Олар ТПО 10, оның ішіндегі біреуі ТПО 10 деген трансформатор. Ол Т деген әрпі ток трансформаторы, О өтпелі, П бір айналымды, Л құйылған изоляциясымен. Ал ең соңындағы трансформаторлардың ең соңындағы сандары ол трансформатор жұмыс істейтін ток кернеуін айтады. Мысалы бұл ток трансформаторы 10 киловольт істейді. ТПО 10 трансформаторы 50 және 60 Гц частотасында істейді. Және ток трансформаторының ең басы жақсы жақтарының біреуі ол мысалы қаншама өлшеуіш құралдарын бірге қосып, оны алыстан мысалы отырып, оны басқаруға болады. Оның ішінен мысалы амперметр, вольтметр, тағы басқа өлшеуіш құралдар кіреді. Олар көбінесе тізбекте орналасады. Кернеу трансформаторының қандай түрлері бар? Кернеу трансформаторының бірнеше түрі бар. Мысалға алсақ, NTM-ион, N кернеу, T үш фазалы, N-май және I 5 білекшен. Он кернеу класы. Үй тапсырмасына толықтыратындар бар ма? Кім толықтырады? Кім толықтырады? Айтатындар болса. Ток трансформаторлар олар көбінесе бір орамды және екі орамды болады. Ең көп қолданылатындар олар бір орамды, олардың орамдары көбінесе мед немесе болаттан жасалынады. Жарайды, жақсы. Жұмысын жақсы айтты. Рахмет. Енді жаңа сабақты бастай, жаңа сабақтың тақырыбы электр өлшеуіш аспаптары, аналогты аспаптар және цифрлы өлшеуіш аспаптары. Қазір сендерге бірінші видеоматериал қойсам, видеоматериал мен дайындап алып келген орысша. Қазір үш тілдік мәселе көтеріліп жатыр ғой. Сол сендер үш тілді білулерің керек, өз ойларыңды айта білулерің керек. Қазір мен үш видеоматериал қоям, тыңдап аласыңдар. Соңында кішкене тұжырымдап айтып берсеңдер қысқа нұсқа. Түсінікті ғой? Это нахождение значения физической величины, выраженного в соответствующих единицах. Отмечают следующие виды средств электрических измерений: меры, электроизмерительные приборы, измерительные преобразователи, электроизмерительные установки, измерительные информационные системы. Мера – это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины с определенными свойствами, размерами. Электроизмерительный прибор – это технические средства измерения электрических и магнитных величин, тока, напряжения, мощности, электрической энергии, магнитного потока, емкости, индуктивности, частоты и так далее в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателя. Измерительный преобразователь – это средство электрических измерений, представляющее основную часть измерительного прибора, в котором измеряемая величина преобразуется в другую физическую величину в виде удобного для подачи на индикатор
функционала и представлены в цифровой форме. Все изменения в зависимости от способа получения результата делятся на прямые и косвенные. Классифицируется измерительные приборы по разным критериям. Например, по назначению для измерения напряжения, для измерения силы тока, для измерения мощности, сопротивления и так далее. Давайте рассмотрим классификацию электроизмерительных приборов. Это вольтметр, амперметр, миллиметр, ваттметр, частотомер, мультиметр, электрические счетчики. Вольтметр – прибор для измерения напряжения на участке электрических цепей. Для уменьшения влияния включенного вольтметра на режим цепи он должен обладать большим входным сопротивлением. Вольтметр имеет чувствительный элемент, называемый галванометром. Для увеличения сопротивления вольтметра последовательность его чувствительным элементом включает добавочное сопротивление. Амперметр – прибор для измерения тока, протекающего по участку цепи. Для уменьшения и искажающего влияния на электрический цепь должен обладать малым входным сопротивлением, имея чувствительный элемент, называемый галванометром. Для уменьшения сопротивления амперметра параллельно его чувствительному элементу включает шунтирующее сопротивление. Омометр – прибор для измерения электрического сопротивления, позволяющий производить подсчет измеряемого сопротивления непосредственно по шкале. Современных приборов для измерения сопротивления и других электрических величин используются другие принципы и выдаются результаты в цифровом виде. Счетчики – это электроизмерительные приборы для учета электроэнергии, отдаваемой станции в сеть или получаемой потребителем от сети за определенный промежуток времени. В каждом приборе имеется стандартный набор измерений силы тока, сопротивления и напряжения. При помощи современных мультиметров можно измерить емкость, частоту, температуру, индуктивность и многое другое. Мультиметром принято называть электронно-измерительный прибор, в котором объединены одновременно несколько функций. Ал видеоматериалда қысқаша не түсіндік? Өлшеу дегеніміз Бұл жерде тоқ өлшейтін аспаптардың қандай қызмет атқаратынын, қандай Өлшеуіш аспаптар Өлшеуіш аспаптардың аналогты және цифрларын, олардың анықтамасын. анықтамасын, мысалы, өлшеу дегеніміз не өзі? Өлшеу. мысалы бір Арнайы техникалық арнайы күшті техникалық аспаптар арқылы физикалық мәнін мәнін анықтауды өлшеу деп айтамыз, иә? Сосын Амперметр негізгені және қалған заттардың анықтамасы. нешеге бөлуге болады деді? Электротехникалық аспаптарды қандай түрлерге? Қандай түрлерге? Аналог аспаптар дегеніміз шкала түрінде аналог аспаптар дегеніміз, мысалға, шаманың мәнін шкала көрсеткішінің нұсқама тілі арқылы анықтауға болады. Ал цифрлы дегеніміз, цифрлы деген шаманың мәнін ең бірінші код арқылы түрлендіреді, одан кейін бізге цифр арқылы көрсетеді. Қазір енді сендерге лекция берейін. Лекциядан кішкене керекті жерлерін жазып алсаңдар. бізге басқа Ағылшын
сабақты тұжырымдай келе сендерге 3 топқа бөліп тапсырма берсем, тапсырманы орындап, бір баладан ортаға шығып, қорғап берсе тапсырма. Жақсы ма? Бірінші топқа, на топқа қазір бір бала берейін. На топқа бір бала. Аяқ, сен айтсақ. 3-4-3. Ал бірінші топқа сендерге Вен диаграммасы берем. Вен диаграммасы. Үй тапсырмасымен бүгінгі жаңа сабақтың қосып, ортасына анықтамасын жазасың. Бірінші домалаққа үй тапсырмасын, екінші домалаққа бүгінгі жаңа сабақ, ортасына жастығын. Сендерге балық сызбасы. Балық сызбасы. Балық сызбасына. Жаңа сабақтасы. Бөлесің ортасына. Бір жағына бүгінгі сабақты жаз. Екінші жағына өткен үй тапсырмасын жаз. И құйрығына өзінің не білдің ойыңды жаз. Кішкене бекітіп, жақсы ма? Сендерге класстыр. Класстыға жаңа сабақты толықтай жазыңдар, кішкене көріп қалшы. Қандай бөліп, қандай аспаптарға бөлуге болады. Оның ішіндегі қандай аспаптар. Не берейін қазір. Инам түсінен башы. Кім сөйлейді араларында? Бұл тапсырмаға сендерге 5-6 минут берем. Ойларыңды ішінде жақсылап жазсаңдар.
Elektrik uçuş aspaplarını ayta geçeyim, Қазақшасын және орысшасын естідіңдер ғой. Қазақшасы айта кетейін, электр уçuş аспаптарын жіктелу. Амперметр ол тоқ үшін өлшеуге арналған аспап. Вольтметр деген кернеуді өлшеуге арналған аспап. Кернеуді. 10 метр деген электрлік кедергіні өлшеуге арналған аспап. Ваттметр электрлік тоқтың қуатын өлшеуге арналған аспап. Мультиметр біріктірген әмбебап аспап. Бұл мультиметрде тоқ күшін өлшеуге болады, кернеуді өлшеуге болады, және кедергіні өлшеуге болады. Электросептегіш ол өзіміздің үйдегі счетчик, электр энергияның шығынын өлшейтін аспап. Бүгінгі сабақты кішкене тұжырым бар. Не түсіндіңіздер? Кішкене қосылсаңдар, Шығайырды ма? Үшінші топ шығады. Қарап кішкене. Бағаларыңды қоюға ұмытпаңдар, бағалауды бір-біріне. Өлшеуіш аспаптардың көп түрлері бар. Олар цифрлі және аналогты болады. Мысалы, бұл жерде амперметр ол тоқтың күшін өлшейді, 10 метр тоқтың кедергісін өлшейді, вольтметр тоқтың кернеуін өлшейді, ваттметр тоқтың қуатын өлшейді. Электросептегіш ол әрбір үйде, мысалы, әрбір жерде болады ол, мысалы, бір айда құрылған энергияны есептейді. Мультиметрдің ішіне әртүрлі өлшеуіш аспаптары кіреді. Мысалы, онымен бірге амперметр, омметр, вольтметр бірге болады. Көбінесе амперметр, омметр, вольтметр және электросептегіш пен мультиметрлер цифрлы болады. Ал ваттметр,
көбінесе аналогты болады. Электр есептегіштер аналог болады. Жақсы, иә. Қазіргі кезде негізі аналогтыдан гөрі цифрлы есептегіш құралдары көп қолданылады. Біз шықсақ болады ма? Бірінші топ. Бізге берілген өлшеуіш трансформаторлар мен аналогты және цифрлы аспаптар. Үй тапсырмасы. Иә. Өлшеуіш трансформаторлар төменгі кернеуді және жоғары кернеуді электр шамаларын өлшеу үшін арналған. Ал аналогты мен цифрлы аспаптарға келетін болсақ, цифрлы аспаптар өлшеу шамалысын алдымен кодқа түрлендіріп, цифрлармен көрсететін өлшеуіш аспап. Ал аналогты өлшеу приборлары электр шамасын шкала түрінде көрсетеді. Ал олардың ұқсастықтары электр шамаларын екеуде арналған. Электр шамаларын өлшеуге арналған аспап. Аналогты және цифрлы аспаптар. Өлшеу арнайы трансформатор техникаларда көмегімен физикалық шамаларды өлшеуге арналған. Олар аналогты және цифрлы ретінде қарастыруға болады. Ол бүгінгі тақырып. Біз өткен тақырып өлшеуіш трансформаторлар. Оны екіге бөлуге болады. Тоқ трансформатор және кернеу трансформаторы. В общем, тоқты амперметр өлшейді, а кернеуді болса вольтметр өлшейді. Электр өлшегіш аспаптардың жіктелуі 6 аспаптары бар. Амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр, электр есептегіш және мультиметр. Мультиметр қандай аспап? Мультиметр әмбебап аспап. Жақсы. Келесі сәйкестендіру. Бірінші бағандағы өлшеуіш аспаптар, екінші бағанда қандай жұмыс атқарады. Қазір бір-бірден сұрайық, тұрып жауап берсеңдер, ешкім барлығын жабылмай, бір-бірден жауап беруге жасыма. Вольтметр. Диас. Вольтметр кернеуді өлшеуге арналған аспап. Амперметр. Рахат. Амперметр. тоқ күшін өлшейді. Тоқ күшін өлшейтін аспап. Ваттметр. Аян. Ваттметр дегеніміз қуатты өлшейтін қуат өлшеу құралы. Омметр. Тоқтың кедергісін өлшейді. Тоқтың кедергісін өлшейді. Есептегіш. Нежат. Электр энергияның шығынын өлшейді. Мультиметр. Димаш. Біріктірілген аспаптар. Әмбебап аспап. Біріктірілген әмбебап аспап. Жақсы. Сендерге қазір 6 сұрақ берілген. 6 сұрақты бір парақ қағазға жазып, жауабын жазып берсеңдер. Бүгінгі сабақ тақырып қалай арасында. Әркім өзінің бар. Иә, әркім өзіне бір-бір сұрақты. Бір-бір парақты. Өзімізге бір сұрақ алып қалған жоқ. Жоқ, барлық сұраққа жауап бересің. Солай қос.
тізбек арқылы амперметр және осы екі аспапты көрсетемін. Тізбек арқылы қалай өлшеуге болады? Вольтметр аспабы арқылы және амперметр аспабы арқылы. Мысалға қазір мен жеңіл тізбек аламын. Сал қандай цвет? Ал Қандай цвет? электрический цвет. Так, мысалға мынау біздің источник, ток келіп тұрған резистор. Келіп тұрған источник. Мына жерде резистор 1, резистор 2. Осы тізбекте бізде қазір ток жүріп тұр. Осы тізбекте әрбір элементтің кернеуін өлшеу үшін біз қандай аспап қолданамыз? Кернеуін өлшеу үшін вольтметр қолданамыз. Жақсы. Вольтметрдің белгілеу шарты осылай белгіленеді. Енді мысалға тізбекке қосу үшін осы вольтметрді аспабын біз мысалға R3-тің қанша кернеу беріліп тұрғанын R3-тің қасынан қосамыз. Мысалға вольтметрді біз тек элементке параллельно ғана қосуымыз керек. Бұлай. Вольтметр параллельно элементке, резистор 3-ке қосамыз. Осы жерден сонда біз резистордың қанша кернеу өтіп тұрған белгілеп анықтап аламыз. Параллельно ғана қосамыз. Сонда үш резистор тұр ғой, соның каждыйында жеке соның қанша кернеу өтіп тұрғанын өлшеуге болады. Түсінікті ғой, иә? Ал енді амперметр мысалға. Амперметрді біз бұлай уже параллельно қоса алмаймыз. Біз оны тізбектің өзіне қосуымыз керек. Тізбектің параллельно қоссақ, жанып кетеді біздің аспабымыз. Біз оны последовательно қосамыз. Последовательно дегеніміз тізбектің өзіне қосу керекпіз. Мына жер обрываем. Осы жерге амперметрдің өзін қосамыз. Кесіп амперметр кеспейміз. Арасын жағын ашамыз. Сымдардың арасын ашамыз. Амперметрді жалғаймыз да, өтіп тұрған ток күшін амперметр аспабымен өлшейміз. Енді сабақты қорытындылай келе, рефлексия бүгінгі сабақтан не түсінгендеріңді осы үш түсі арқылы айтып берсеңдер, светофор арқылы. Қызыл түсі ештеңе түсінген жоқпын бүгінгі сабақтан. Сары түс орташа түсіндім. Жасыл түс барлығы түсінікті болды. Қазір сендерге түрлі түсті қағаздар жатайын. Жасыл сол. Жарайды, ал, жинап берсеңдер. Қазір. Uzun toplar bәрі түсті. Жақсы. Бағалау карточкаларын берсеңдер, өзім толықтырып, баға қоямын. Бүгінгі бағалау. Бүгін белсене қатысқандар. Жақсы белсене қатысқандар. Айбек жақсы қатысты, Аян, Бекзат, Диас, Миржан, Қуанды орташа, Димаш орташа. Жақсы,
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Уақыттарыңа рахмет.